Кәлима тәййиба 9. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям, кимде-ким «Ла илаха иллаллах» кәлимесін айтқан болса, күндердің бір күнінде аға ал сөзсіз пайда береді. Күнөөгө жараша жаза тартқаннан кейін болса дағы пайдасы тиет, тозоқта түбөлүк қалбайды, сөзсіз құтқарады, деді. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям, кимде-ким «Ла илаха иллаллах» кәлимесін айтқан болса, күндердің бір күнінде аға ал сөзсіз пайда береді. Күнөөгө жараша жаза тартқаннан кейін болса дағы пайдасы тиет, тозоқта түбөлүк қалбайды, сөзсіз құтқарады, деді. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям, кимде-ким «Ла илаха иллаллах» кәлимесін айтқан болса, күндердің бір күнінде аға ал сөзсіз пайда береді. Күнөөгө жараша жаза тартқаннан кейін болса дағы пайдасы тиет, тозоқта түбөлүк қалбайды, сөзсіз құтқарады, деді. Базар, Табарони, Тарғиб.